Қайырлы таң, 23 сәуір, көңіл-күй тамаша. Сапал қазақ жобасында берілетін білімдер. Ақшаға қанша құмар болып жанталассаң, оны табудың мүмкіншілігі сонша аз. Жұмыстан адам рахат алу керек, еңбек әдетке айналу керек. Жуыну, киіну сияқты автоматты түрде жасайды. Қарапайым киіну, фонд жек көреді, адам атаулысын құрметтейді, қоғамға қызмет етеді. Сүйіктісіңді тауып алып, санаңмен рахат алып істесең, қоғамға пайда келетін ақша өзі келеді. Парадокс. Түбі ақша емес. Көздің тірісінде ішіп, жеп, киініп таусалмайсың. Қоғам берді, қоғамға қайта беру. Мол табыс таба алмаудың басты себебі ақшаға деген шексіз құмарлық, ашкөздік. Оны бір жүрекке түсіріп алма, түсіріп алсаң, аздығаның. Тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озу керек. Одан оздың ғой деген ақмақтық. Күнделікті эмоция мен ойын басқаралық, денесінде напряжение жоқ, жасампаз күйде жүру.